Рахмет. Аузында Алласы бар, қанында қазақ дейтін таңбасы бар. Бұхар жырауы үш биі бар, дәл осындай ұлан асыр тойы бар. Баласын балдай көрген, әкесін хандай көрген. Анасын жұмаққа балаған қазақ әлі. Ассалаумағалейкум деп амандасып алайық сіздермен. Бәрекелді, мынау шіркін қазақ қашанда қуаныш үстіне қона білген, ал қайға қуанышпен тұзақ құрып көңілді тамаша бір күйгендірген. Қыздарын кемеңгерге ұзаттырып, ұлдарын ұлылықпен үйлендірген, әрісі парасатпен пайымдаған, бойынан тектілігі жойылмаған, дәл бүгін дүржаттыққа ат салысып, той қылып жатыр екен сайын далам. Жиып ап атыраптың адамдарын, құда жекжат, дос туыс шараңдарын, жиылған әр қонақты қолдап Алла, оң қылсын, құтты қылсын қадамдарын. Қазақпыз, кең далада көшпендіміз, тәлім боп жүректерге көшкен біріз. Осы тойға жиылған бар шағайын, есік ашық бәріңе қош келдіңіз. Армысыздар деп той бастадық, той бастаудан қашпадық. Ән айтсақ та, би билесек те саспадық. Бүгінгі қазақтың тойын қос асаба жақсылап тұрып амандасып бастадық, құрметті ағайындар. Ал енді әдептен озбайық, уақытты созбайық. Базардан сағат сатып алсаң да, құдіреті күшті Алладан ешқашан уақыт сатып алмаймыз, құрметті ағайындар. Бүгінде мінекей кімнің тойына келдік, кімнің қуанышына келдік, оны біз айтпасақ та бесенеден белгілі. Жастарды қалай қарсы аламыз? Құрметті ағайындар, мен енді әлім емеспін, бірақ әлімдерге бөтен емеспін. Аллаға шүкір, мен де бір қазақтың баласымын, мұсылманмын. Мұсылмандығымды өзімді таныстырып өтейін, құрметті ағайындар. Той бастаған асаба асқар балаң, руым ұлы жүз, шапырашты екей болам. Жасымды сұрасаңыздар, 25-ке биыл толам, тойларыңыздың жақсы өтуін қолға алам, ағайындар. Мен өзім Найман еліне жиенмін, кіші жүз әлім еліне күйеумін. Сол Найман мен кіші жүз әлімдердің мінезіне шыдап жүрген шапыраштың баласы мен ғана біреумін, ағайындар. Әлемде ең адал жан кім десе, ана деп айтар ем. Әлемде ең жүрегі пәк жан кім десе, ана деп айтар ем. Ақылшын кім десе, ана деп айтар ем. Панаң кім десе, ана деп айтар ем. Сүйенішін кім десе, ана деп айтар ем. Жол көрсететін кім десе, ана деп айтар ем. Құрметті аналар, сіздер жайлы маған 24 сағат бойлы аналар жайлы жақсы сөз айт десе, қызыл тілімнен қызыл қан жерге тамғанша сөйлерем. Бірақ уақыт Алланыкі. Базардан сағат сатып алсақ та, құдіреті күшті Алладан ешқашан уақыт сатып алмаймыз. Мен аналарға бірақ сөз айтам. Құрметті аналар, сіздер 100 жасаңыздар. 100 жасаңыздар. Бүгінде менің осы сөзімді естіп отқан аналар, менің осы сөзімнен кейін 100-ге толып, балаларыңыз, немерелеріңіз 100 жас тойларыңыз жасап беріп атса, уәде Құдайдың сөзі, 100 жас тойларыңызды тегін басқарып берем, құрметті ағайындар. Құда деген сомен кім? Құдағидың күйеуі. Құдағидың күйеуі дейді. Дұрыс, қошемет. 3-те